Сәлем достар, сіздер бірге көреміз арнасындасыздар. Бүгінгі бейнеролик атауы инкубацияның бірінші кезеңі, тауық жұмыртқасынан өмір басталуы тақырыбында қозғалады. Бүгін біз тауық жұмыртқаларының инкубациясындағы ең маңызды бірінші кезеңімен танысамыз. Бұл кезең бірінші және 7-ші күн аралығын қамтиды және ұрық жаңа өмірге алғашқы қадам жасайды. Бірінші 7-ші күн аралығы эмбрион келесідей дамиды. Бірінші 2-ші күн жұмыртқа инкубаторға салынған сәттен бастап ұрық жасушалары дами бастайды. Ұрықтың алғашқы белгілері пайда болады. Бұл жаңа өмірдің бастауы. 3-ші күні жүрек қалыптасып, алғаш рет соға бастайды. Қан айналым жүйесі дамиды. Қан тамырлары жұмыртқаның ішкі жағына тарала бастайды. 4-ші 5-ші күн балапанның көзі, аяқтары, тұмсығының негізі қалыптаса бастайды. Жүйке жүйесі дамып, мидың құрылымы пайда болады. 6-ші 7-ші күні ұрық айтарлықтай үлкейеді. Омыртқа мен ішкі мүшелері қалыптасу үстінде болады. Бұл инкубацияның шарттары мен күтімі. Бірінші кезеңі өте жауапты кезең. Сондықтан мына шарттар өте маңызды. Температура 37-8 градусты ұстап тұру керек. Ауа ылғалдылығы 50-55% болу керек. Жұмыртқаның аударуы күніне 3-тен 5-ке дейін аударылып отыру керек. Және желдету жақсы болу керек. Оттегі жеткілікті болуы шарт. Егер жұмыртқа дұрыс аударылмаса, ұрық бір жаққа жабысып, өліп қалуы мүмкін. Қандай қателіктерден сақ болу керек? Температура тым жоғары немесе тым төмен болуы. Ауа ылғалдылығының ауытқуы. Жұмыртқаларды аудармау. Инкубатор ішіндегі ауа айналымның нашарлығы. Аппараттың қақпағын ашып жапқан сайын ылғалдылық төмендеп кетеді, температура да түсіп кетеді. Ол қалыпты жағдай. Аппараттың қақпағын жапқаннан кейін баптауларға сай өзінің ішкі температурасын, влажностін қайтып қалпына келтіреді. Қорытындылай келе айтарымыз, инкубацияның алғашқы 7 күні болашақ балапанның тағдыры шешілетін уақыт. Сапалы күтім мен тұрақты бақылау арқылы сау балапанды өсіруге болады. Келесі видеода инкубацияның 2-ші кезеңі туралы айтып береміз. Сондықтан арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Және пікіріңізді қалдырып, ұнап жатса лүпіл басыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Айдың жүзі дөңгелек, айдың сырын кім біледі, қартайғанда бір келеді. Айдың жүзі мен келем, айгүлек ау айгүлек, айдың жүзі дөңгелек, айдай толға кезінде